Сәлем достар. Бүгін біз мынандай жасыл қызанақты жабамыз, жасыл помидорларды. Мысалы, мына помидорлар қалып қояды, күн салқын болғаннан қызармай қалып қояды, немесе сол помидордың ауруы болады, бір тыңайтқыш жетпей ме, осы помидорлар қызармай қалады. Немесе мына мен помидорларым сарғая бастағанда шірей бастайды. Сол себептен мен оларды жинап алдым. Енді бұл помидорлармен не істеуге болады? Яғни бұл помидорларды бүгін біз жабамыз, және күзден бастап оны ашып қолдануға болады. Оны қай жағдайда қолдануға болады? Салат жасауға болады, картоп қосып, лагманға қосуға болады, рассольник жасауға болады, басқа да жолдары көп. Оливьеге қоссаңыздар болады, қиярдың орнына. Сонымен бірге винегрет салатына қосуға болады. Бұған дейін мен жылда жасап қосып жүрмін салаттарға. Яғни бұны лақтырып тастауға көз қимайды, бұл қызармайды, бұлай ащы күйінде, мындай жасыл күйінде жей алмайсыздар. Енді осы жасыл помидорды жабу үшін бізге помидордың өзі қажет, қызыл бұрыш, ащы бұрыш, қалампыр қоспасаңыздар да болады, тұз, мынадай не алдым, укроп алдым, петрушка да қосуға болады, 70% уксус, қара бұрыш және сарымсақ қажет. Мен бүгін 2 банк алдым, 1 литрлік. Оларды залалсыздандырып алдым, яғни стерилизация жасадым 12 минуттай. Енді бұл банкының ішіне біз әрқайсысына 2-3 сарымсақтан қосамыз. Чесногымды салдым. Енді укропты қосам. Сіздер петрушка қоссаңыз да болады ішіне. Одан кейін кішкене бір ащы бұрыштан қосамыз. Кішкентайынан қосыңыздар, қатты ащы болып кетпесін. Немесе бір ащы бұрышты бөліп саламыз. Мен бір банкіге қалампыр саламын, біреуіне салмай тұрамын. Біреу қалампырмен жасайын, бір банкіні қалампырсыз жасайын. 2 қалампыр қостым. Және бұрыш қосамын. 2 бұрыштан саламын, 3 бұрыш салуға болады. Енді банкіге мынадай помидорларымды, помидорлар алдын ала жуылған, таза помидорлар, кептірілген, осыларды жақсылап саламын. Енді осы помидорларға ыстық қайнаған су құямыз. Жылы су емес, ыстық су. 12 минут осылай қоямыз. Яғни помидордың ащы дәмін басу үшін және микробтардан құтылу үшін. Банкалар атылып кетпес үшін. 12 минутқа қалдырамыз. 12 минут уақыт өтті. Енді суды төгіп тастаймыз. Суды.
Енді мен оның үстіне тағы да қайнаған су құямын. Осылайша біз 2 рет қойып 2 рет төгеміз. Бұл өте маңызды. Біздің помидорларымыздың ішіндегі мына микробтары кету керек, және помидордың ашты дәмін басу үшін. Тағы да енді бір 10 минуттай тұрса жарайды екінші рет. Енді 1 литр суық су аламыз. Оған 3 ас қасық қант қосамыз. Және 1 ас қасық былай толтырып 1 ас қасық тұз саламыз. Бұны біз жаңағы 2 банкіге дайындап жатырмыз. Енді осы суды, рассолды қайнатып алуымыз керек. 10 минут уақыт өтті. Екінші рет су құйдым, ыстық су. Оны тағы да төгем. Енді банкаларыма, помидорыма 1 шай қасық уксустан құямын. Және қайнатылған растворды үстіне бөліп құямын. Яғни бұл рассол 2 банкіге, 1 литрлік банкіге арналған. Аузына дейін әбден құямын, толтырып. Және осыдан кейін қақпақтарын жабуымыз керек. Әбден қаттырақ жабуымыз керек. Міне осылайша біз жасыл помидорды жаптық. Мен осылай оны теріс қаратып қойдым. Үстін еш нәрсемен жаппаймын, қымтамаймын. Мен жылда помидор жапқанда осылай тұздаймын, яғни ешқашан үстіне одеял еш нәрсе жаппаймын. Осылай таңертең ертең бұны аударып қоямын, түрге келтіріп. Содан кейін барып салқын жерде сақталады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.